Волейбол ойыны тік төртбұрышты ұзындығы 18 метр, ені 9 метр алаңда өткізіледі. Дәл ортасынан тор керілген. Тордың биіктігі ерлерде 2 метр 43 сантиметр, әйелдерде 2 метр 24 сантиметр. Ойын кезінде әр командадан алаңда 6 ойыншыдан ойнайды. Алаң 6 аймаққа бөлінген. Допты ойынға қосу мүмкіндігі ұпай алған командаға беріледі. Доп қабылдаушы команда ұпай алса, оның ойыншылары сағат тілі бойынша бір орын ауыстырады. Ойын мақсаты қарсылас алаңына доп түсіріп, ұпай жинау. Ойыншылар алдыңғы және артық шеп болып бөлінеді. Алдыңғы шабуылшы шептегілер екінші, үшінші, төртінші аймақтар. Ал арттағы шептегілер бірінші, бесінші, алтыншы зоналар. Допты ойынға қосу кезінде артқы шептегі ойыншылар алдыңғы шептегі сәйкесінше 1-2-ден, 6-3-ден, 5-4-тегі аймақтағы ойыншының алдына шықпауы тиіс. Доп ойынға қосылғаннан кейін ойыншылар еркін алаңда орын ауыстыра алады. Алаңда орын ауыстырған кезде екінші аймақтан бірінші аймаққа ауысқан ойыншы допты ойынға қосады. Доп ойынға артқы шептен кейінгі доп қосу аймағынан беріледі. Ойынға қосылған допқа тор үстінен бірден тосқауыл қоюға болмайды. Барлық ойыншылар доп қабылдай алады. Дегенмен көбіне допты бірінші, алтыншы, бесінші зонада тұрған ойыншылар қабылдайды. Бір команда доп қарсы бетке өткенше 3 рет жанаса алады. Бір ойыншыға допқа 2 рет жанасуға болмайды. Бірінші әдіс қабылдау, екінші әдіс допты әуелетіп көтеріп беру, үшінші әдіс шабуыл соққысы. Барлық шабуыл әдістері тек өз алаң бетінен орындалады. Артқы шептегі ойыншылар допты екінші сызық алаңнан ғана секіріп соққы жасай алады. Қабылдаушы командадан келген допты ойыншы тордан өткізбей тосқауыл қоя алады. Тосқауыл 1 немесе 2-3 ойыншыдан құралады. Тосқауылды тек алдыңғы шабуылшы шеп қана қоя алады. Допты кез келген дене мүшесімен қабылдауға болады. Тек қысып алып немесе ұстап алып лақтыруға болмайды. Допты ойынға қосқан команда ұпай алса, орын ауыстырмай жалғастыра береді. Егер қабылдаушы команда ұпай алса, ойыншылар орын ауыстырып барып допты ойынға қосады. Ойын барысында команданың қосалқы ойыншылары, бапкері, көмекшісі, дәрігері тиесілі алаң жиегінде тұрады. Бір партияда әр команда 6 рет ойыншы алмастыра алады. Әр командада либеро ойыншысы қорғаныста ойнай алады. Партияда 25 ұпайға бірінші жеткен команда жеңіске жетеді. Егер есеп 24-24 болса, 2 ұпай алға ұзаған команда жеңіске жетеді. Ойынды 3 партия жеңіске жеткен команда ұтады. Егер партия бойынша есеп 2-2 болса, 5-ші партия 15-ке дейін жалғасады. Ендеше оқушылар, әлемнің үздік волейбол ойындарына кезек берейік.